еліміз қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде мәртебесіне тоқталып, ұлтаралық қатынас тіліне айналады деп сенім білдірді. Жолдауда белсенді азаматтық қоғам құру үшін үкіметтік емес ұйымдардың беделін арттыру қажеттігін айтылды. Сондықтан қала әкімдеріне қарасты барлық комиссиялар мен кеңестердің құрамына қоғамдық ұйым өкілдерін кеңінен тартуды тапсырамын. Келер жылы Әл-Фарабидің 1120 жылдық, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойлары аталып өтіледі. Мерейтой барысында ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама тұлғаларымыздың еңбектерін халық арасында дәріптеуді тапсырды. Сондай-ақ ең маңызды мереке тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты тиісті шараларды іске асыруымыз қажет. Өздеріңізге белгілі, келер 2020 жылы Шымкент қаласы ТМД елдері мәдени астанасы жылы жоғары дәрежеде өткізу үшін дайындық жұмыстары жүргізіліп келеді. Осындай елеулі оқиғалар жас ұрпақты нағыз отаншылдыққа тәрбиелеуге жол ашатын айқын. Жолдауда сыбайлас жемқорлықпен жан-жақты күресу мәселесі көтеріліп, орталық және жергілікті органдардың нормативтік актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу ісін қайта қалпына келтіруді тапсырды. Қорғау жүйесін толық реформалау аса маңызды міндетті бірі екендігін атап өтті. 2020 жылдың аяғына дейін полицейлердің беделін арттыру мақсатында әкімшілік полиция комитетінің жұмысына қайта ұйымдастыруды тапсырды. Президентіміз ішкі істер министрлігін реформалауға алдағы 3 жыл ішінде 173 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Бұл қаражат еңбекақыны көбейтуге, баспананы жалға алуға, халыққа қызмет көрсету қағидасы бойынша полицияның заманауи фронт офистерін ашуға жұмсалады. 2018 жылы Шымкент қаласында жалпы өңірлік өнім 2 триллион теңгені құрап 15%-ға артқан. Осы жоғары деңгейдегі өсімді қарқынды сақтап қалуымыз қажет. Осы мақсатта ағымдағы жылы индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында құны 18 миллиард теңгені құрайтын 14 жобаны іске қосып, 1000-нан астам жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Сонымен қатар квазимемлекеттік сектордың қайтарымын арттыру қажет. Бүгін таңда қаламызда 155 квазимемлекеттік сектордың субъектілері бар. 2018 жылда 40 кәсіпорын табыспен аяқтаса, бір мекеме шығынмен аяқтады. Қалған 114 кәсіпорын нөлдік нәтиже көрсеткен. Осыған орай құрылымдық басқарма басшыларына квазимемлекеттік субъектілер қызметіне талдау жасап, олардың міндетті мемлекеттік меншігіне қалдыру немесе жекешелендіру беру бойынша ұсыныс енгізуді тапсырамын. Тағы бір өзекті мәселе бұл мұғалімдер мен оқытушылардың әлеуметтік жағдайын жасау. Мемлекет басшысы тамыз конференциясында алдағы 4 жыл ішінде мұғалімдердің еңбек ақысын 2 есе арттыруды тапсырды. Бұл келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25%-ға өседі деген сөз. Отбасы және бала институттарын қолдау, эксклюзивті қоғам құру мақсатында бала құқығын қорғау және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл мәселелерін басымдық беру қажеттілігін тапсырды. Жасөспірімдер арасында көбейіп кеткен суицид мәселелерімен мақсатты түрде айналысуымыз тиіс. Қамқорлығында мүмкіндігі шектеулі балалар бар отбасыларға ерекше көңіл бөлуді тапсырды. Осы тұрғыда халықтың денсаулығын жақсарту мәселесі айрықша назар аудару талап етеді. Барлық жастағы ер азаматтары арасында бұқаралық спорт дамыту мәселесі маңызды. Ағымдағы жылы қаламызда көп қабатты тұрғын үй аулаларында 33 спорт алаңшаларының құрылысы жүргізілуде. Келер жылы 67 спорттық алаңшаның құрылысы жүргізілетін болады. Спорт инфрақұрылымы балалар үшін барынша қолжетімді болу жұмыстарына қолға алынған. Қалада балаларға 31 спорттық мекеме тегін қызмет көрсетілді. Бүгінгі күні қала тұрғындарының 27,8% бұқаралық спортпен қамтылған. Бұл көрсеткіш
2020 жылы 30%-ға жеткізу қажет.